Ақын Шортанбай Қанайұлы әдебиеттің зар заман аталған кезеңінің ірі өкілдерінің бірі. Ол бүкіл өмірі мен ақындық дарынын туған халқының Ресей отаршылдығынан тартқан ауыр халін, оның келешегінің мән жайын жырлауға арнады. Өзі куә болған заманының кемшіліктерін өзгелерден бұрын сезініп, аяусыз әшкерелеуге атсалысты. Қазақ даласына Ресей отаршылдығымен бірге келген қоғамдық, әлеуметтік өзгерістер халықты екі жақты езгіге ұшыратты. Ең алдымен елді жерінен, бас бостандығынан ажыратса, екіншіден рухани құндылықтарынан алшақтатты. Ата-бабалардан келе жатқан салт дәстүрден, тілден, діннен, имандылықтан, ынтымақ бірліктен қол үздіре бастады. Адамдардың мінез құлықтары өзгеріп, жас ұрпақ ата-ананы сыйламайтын жағдайға келді. Елді парақорлық, бақталастық, билік құмарлық сияқты келеңсіз өзгерістер жайлайды. Осыны көзбен көріп, жүрегі қанжылаған ақын бұл тығырықтан құтылар жол іздейді. Оны таба алмағандықтан, сол өзі өмір сүріп отырған заманнан көреді. Қазақ қоғамындағы жат қылықтардың бәрін ақыр заманның белгісі деп түсінеді. Шортанбай ақынның зар заман өлеңдер топтамасы бір дәуірдің айнасы. Жаңа заманның болмысынан түңілген, халық қамын ойлаған ел ақсақалының, азамат ақынның жан айқайы, толғаныс тебіренісі.